Ау, Мехри. Алло, ағасы, жұмыстасыз ба? Ау, жұмыстаман. Мына мұрындық баламыз бенен қызымыз азмаз айтысын қырап қалыпты. Мұрындық қызы саған шығып жылап жатыр. Сіз мұрындық баламен өзіңіз бір сөйлесіп көрмейсіз бе? Солай де. Яқшы, аз өзім барамын. Яқшы. Таста сигарет. Не болды? Азғантай тартысқа бек бір-екі рет бетімнен алып сөйледі. Шыдамай ұрып жіберіппен. Енді кетті өкпелеп. Бақыт ата-бабалардан қалған сөз бар. Аялды ұрмаң. Абайлы болың дейді. Себебі аялдың әрбір көз жасын Құдай есептейді. Аял еркектің қабырғасынан жаратылған. Оны аяқ асты қылып ұру үшін, болмаса төбеме шығып кетті деу үшін емес. Теңдей бірге іргелес жасау үшін, бақытлы жасау үшін. Соның үшін да міне жүрек тәріптен, қабырғадан жаратылған. Дұрыс, енді аяларым өзінен кетіп қалады, өзінің орнын білмей қалады, сөйлеп қояды. Сондай уақытта біз өзімізді тұтып білуіміз керек. Соның үшін да біз еркекпіз. Дұрыс айтасыз. Бірақ мен қалай қыздың үйіне барамын? Бұл жағдайда қалай қайнатама түсіндіремін? Сен аялың жақсы білмейді екенсің, Бақыт. Ол әзір өзінің үйінде емес. Себебі сені жақсы көреді. Ал жақсы көрген аял еш уақыт бірінші жанжалдескенде үйіне қарап бармайды. Қалай ойлайсың, әзір ол кімнің үйінде? Рахмет, Мұрындық ата. Кеттік жүр.